болсаңдар, енді сол ертегіні талқылап жіберейік. Балалар айта қойыңдаршы, ертегімізде қандай кейіпкерлер бар екен? Інжу айта қой. Жесір кемпір және оның баласы, хан, оның уәзірлері. Енді олай болса, ертегіміздің кейіпкерлерін сипаттайық, иә? Аға, ертегімізде бала қандай? Айта қой, Інжу. Жесір кемпірдің баласы, ол айтқан бетінен қайтпайтын ержүрек бала. Ханның уәзірлері көрілмаушылығы өте басым және көп өтірік айтады. Хан ол аңқау, біреудің сөзіне сенгіш. Күнегей қыз ақылды және өте мейірімді. Соңында күнегей қыз бен бала екеуі бірге қосылып, бірге баланы хан қып сайлайды. Күнегей қыз өте ақылды және мейірімді.